Менің туып өскен жерімде Жәмила деген көрші жеңгем бар. Үнемі мені қолдап, өзінің комментарияларын жазып отырады. Ол кісі қазір жасы 60-тан асса да, осы күнге дейін менің тіке атамай Гүлия қыз деп келген. Бұл енді үлкен тектіліктің, тәрбиенің ізі деп білемін. Біздің ауылда 200-дей отбасы тұрады. Кіші жүздер мен орта жүздер. Ешқайсымыз да осы күнге дейін руға бөлінбей, бір атаның балаларындай болып өстік. Ауылымызға түскен қандай келін болса да, қайын сіңілеріне, қайын інілеріне, тіпті үлкендерге дейін ат қойып, тіке атамай әспеттеп, құрметтеп қарайды. Сондықтан да шығар біздің ауылымыздан қазір елге үлгілі, қызметте жүрген үлкен ұл қыздар өсіп келе жатыр. Енді соның барлығы біздің ауылдың аналарымыздың, жеңгелеріміздің, келіндерінің тәрбиесінің жеңісі деп білемін. Мен де келін болып түскен кезімде сол жеңгелерімнен көрген тәрбиемді пайдаландым. Мені ешкім құрметтемейді, мені ешкім бағаламайды деп жүрген аналар, сіз де түскен жеріңізге құрметпен қарайтын болсаңыз, ертең сіздің ішіңізден шыққан ұл қызды да Алла тағала саналы етіп, сіздің адалдығыңыз арқылы балаларыңыздың абыройын артып қояды. Себебі адал әйел бар үйде абыройлы, елге пайдалы ұл қыздар туылады. Өмір қаншалықты қиын болса, келер жақсылықтың да салмағы соншалықты ауыр екенін түсініңіздер. Қай елде, қай өңірде тұрсаңыздар да, біз жақта ондай салт дәстүр жоқ демей, қайын сіңлі, қайын іні үлкендерге ат қойып алыңыздар. Бұл сіздің әдептілігіңізді, кектілігіңізді көрсететін және түскен жеріңізге құрметіңізді арттыратын қазақтың тәлім тәрбиесіне айналған дәстүр. Бейнетімнің зейнетін көріп берекелі өмір сүремін десеңіз, осы дәстүрді жалғастырыңыз, дәстүрімізден алшақтамайық. Бұл бақытты болудың басты жолы.